Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл мүктердің тіршілік кезеңі. Мүктер бұлар ежелгі өсімдіктердің тобы. Олар жеміс пен тұқым түзбейді. Және тіршілік кезеңдерінде оларда спорофитте, гаметофитте сатылары алмасып отырады. Мүктердің тіршілік кезеңін түсіндірместен бұрын ең бірінші біздер шынайы көрінісіне назар аударайық. Шынайы, яғни уже өсіп жетілген өсімдік, бұл бізде жас жетілген гаметофит деп аталады. Яғни гаметофит деп отырғанымыз бұл өсімдіктен жынысты көбею жолы. Яғни ода аталық және немесе аналық мүшелері бар деген сөз. Түсінікті ма? То есть біздер тіршілік кезеңін түсіндіру үшін ең бірінші сол сатыдан аламыз. То есть толық жетіліп тұрған сатыдан ары қарай біздер уже қарастыратын боламыз. Яғни бізде жетілген гаметофит, егер де құрылысына келетін болсақ, жапырағы, сабағы және ризоидтары бар. Жапырағы түсінікті, сабағы түсінікті. Ризоидтар бұлар өте қарапайым құрылысты болып келеді. Тамырдан айырмашылығы, тамыр бізде бірнеше бөліктері бар, күрделі құрылысты, бірнеше ұлпалары бар. Қызметі де алуан түрлі болып келсе, ал ризоидтардың құрылысы қарапайым, минимум, яғни аз дегенде бір созылыңқы жасушадан, ал көп болса бірнеше жасушалардан құралған. Олар бірақ ешқандай ұлпа түзбейді және қызметі де шектеулі, то есть қызметі санаулы, сіңіру және бекіту қызметін ғана атқарады. Дәл осы зығыр мүгін алатын болсақ, олар дара жынысты өсімдіктер, оларда яғни аталығы бір бөлек, аналығы бір бөлек орналасады. Түсінікті, аталығы бір бөлек, аналығы бір бөлек. Аталығындағы жыныс мүшесі антирети, ал ода біздерде сперматозоидтар орналасады. Ал аналық жыныс мүшесі бұл архигони, оларда біздерде жұмыртқа жасушалары орналасады. Яғни сыртқы факторлардың әсерінен, жаңбыр, су, немесе тағы басқа факторлардан кейін аталықтағы сперматозоидтар аналықтың аузына түседі. Сөйтеді де сперматозоид пен жұмыртқа жасушасының қосылуы жүзеге асады. Екеуі қосылып, жаңа бір жасуша зиготаны түзеді. Ал бұл үрдіс біздерде ұрықтану деп аталады. Ұрықтанғаннан кейін зиготы әрі қарай дамып, спорофиттің жетілуі жүзеге асады. Яғни жас гаметофиттен ары қарай келесі ұрпағы, яғни келесі сатысы спорофиттің жетілуі жүзеге асады. Спорофитте біздерде ұзын жіпшесінен және қауашағынан тұрады. Яғни екеу жетілгеннен кейін астыңғы бөлігі бізде гаметофиттің бөлігі болса, үстіңгісі бізде спорофиттің сатысы болып есептеледі. Яғни қауашақтың ішінде бізде спорангиялар орналасады. Спорангиялар өздеріңіз білетіндей спораларды түзеді және белгілі уақыттан кейін, жетілгеннен кейін, яғни қақпағы ашылып, споралар жерге, яғни айналасына шашылады. Қолайлы жағдай туындағаннан кейін бұл споралар ары қарай өніп өседі. Нәтижесінде бізде кішкентай өскіншелер пайда болады, немесе оны протонема деп атайды. Бұл протонема ары қарай дамый береді, сөйтеді де жас гаметофиттердің түзілуі жүзеге асады. Бізде басқа жаңа жас өсімдік пайда болды. Яғни бұл бізде мүктердің тіршілік кезеңі болып есептеледі. Гаметофит біздерде жыныс жасушалары, яғни жыныс мүшелері бар өсімдіктің кезеңі болса, ал спорофит бұл спора түзетін кезеңі бөлігі болып есептеледі. Бұл 7-ші класстың тақырыбы болғандықтан ондай күрделі ешқандай ақпараттар жоқ. Хромосомалар саны немесе одан да басқа терминдерді қолданған жоқпын. Енді толық даму кезеңін, яғни тіршілік кезеңімен танысып болғаннан кейін өзім анимация түрінде жасап көрген болатын. Соған назар аударайық. Құрметті оқушылар, қандай да бір қателіктер болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.